кетеден шыққан екі адам бар екен тарихта. Біз сол батыр бабамызды қуанымыз керек. Сол Әжібай атам кешегі мына еділ қалмақтармен соғысты, ел қорғаған, Әбілқайырға қорған болған ірісі Арал батыр 10 мың қол бастап атақты батырдың ұрпағымыз. Тойғожаның Тікелей ұрпағы, Қараспейдің ұрпағы менің өзім. Тойларың құтты болсын. Қызылорда жасай берсін. Бабамның ұрпағы мәңгі жасасын. Ұрпағы көбейсін. Той қыласын. Амин. Алла тағала осы отырған отбасылардың бәрінде жақсылық, үйлерінде той болсын. Амин. Аллаху акбар. Келесі сөз кезегі Қармақшы ауданының құрметті азаматы айтыскер ақын Серік Ыдырысов ағамызға беріледі. Ассалаумағалейкум, мұхтарам жамағат. Бүгін Ақтүйенің қарны жарылды. Танымай қалдым мен. Сойырғас бабамнан тарихтан орын табылды. Сондықтан да құттықтаймын ағашлар осы күнмен бәріңді. Қарап тұрсам, есіне сал жөнелді күні. Мұяқта Омар бабам, мына Сойырғас бабам, осы бір ғасырдың ғұламалары бүгін қосылып, бір-бірімен кеңес құрып, Сойырғас тайпасының осындай тетісіне тәнті болғандай, сондықтан да осы тетісті мақтанышпен әрі қарай алып жүрейік. Ұрпақтарға рахмет, нағашыларыма рахмет. Мен енді қара сөзден маған өлең оңай болып тұр. Сәндерген байтақ мынау даламызға, тарихтан ой қалтырар санамызға. Көп рахмет Сойырғастар белгі қойдың, мінекей Сойырғастай бабамызға. Білдірген туыстықтың бір тұтасын, осындай ағайынды пір тұтасын. Ал енді Сойырғастар құтты болсын, ескерткіш қып тұрғызған құлпытасын. Қазақтың жүрегіндей соғар далам, сондықтан шабыт құсы қонар маған. Бірігіп осы жатырғандай, есіне салмен Сойырғас Омар бабам. Солардың қолдасыншы шаңғырағы, солармен белгілі ұрпақтың бағы бары. Осы істерің бұйырса Сойырғастар Құдайдың құлағына шалынады. Сойырғастар мәңгілік тірі болсын, бұл серттей жиеннің жыры болсын. Ертең күн 8 мамырымыз тарихта Сойырғастар күні болсын. Бұл серік қара өлеңді боратады.